Қайырлы күн көрермен, тікелей эфирде әдеттегідей іскер хабары. Американдық жазушы Наполеон Хилл өзінің «Ойлан және бай» кітабында кәсіпкерге қойылатын басты талап коммуникацияны меңгеру, яғни байланысты жетілдіру деп жазыпты. Біз бүгін маркетингтік коммуникация туралы әңгімелейміз. Іскер студиясының қонағы М-Профи компаниясының басшысы Жағыпарова Майя Мұратқызы, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Енді Майя Мұратқызы, біздің бағдарлама білген адамға бұл үлкен тиімді алаң, жалпы маркетингтік құрал десек болады. Дегенмен де біздің кейіпкер, кәсіпкерлеріміздің барлығы бірдей осы мүмкіндікті пайдалана береді деп айта алмаймыз. Неліктен бұл өнерді қалай үйренуге болады? Маркетингтік құралдарды, осындай маркетингтік тиімді алаңдарды неліктен біз пайдалана алмаймыз біздің кәсіпкерлеріміз? Сол туралы айта кетсеңіз. Атамекен бизнес чаннел ол кәсіпкерлерге өте маңызды ақпарат беретін платформа. Және қазір жарнамадан көп нәрсе жоқ қой. Жарнаманың форматы жоқ платформа. Сондықтан ол өте ыңғайлы кәсіпкерлерге. Және бұл нетворк дейді ғой, қазір нетворкинг. Сол сияқты бір-бірімен кәсіпкерлер таныса алады. Тек қана Қазақстан ішінде ғана емес, сыртқа да шығып, өзін көрсетіп. Негізі уақыт мерзімін айта кетсек, бейне жарнамасы 15 секундтық тиімді. Ал 20 минуттың ішінде кәсіпкер өзі тұлға сияқты өзін таныстыру және өзінің бизнес мақсатын ашық айта кету өте ыңғайлы. Оған дұрыс таныстыру үшін дайындалу керек және жеке брендпен жүйелі жұмыс жасау керек. Оған мысалы адамның өзі жаңағындай басшылығын аша көрсету білу, өзінің миссиясын, мұратын көрсетіп, мақсатын айтып, өзінің тұтынушыларына ойын жеткізу білу. Және бизнес, менің ойымша, құндылығы болу керек. Мысалы, егер тауар өндірсе, немесе қызмет жасаса, сол қызметтің, тауардың құндылығын білдіре білу. Және ол қандай жәрдем жасай алады, не үшін қызық, ол арнайы жұмыс жасау керек ол үшін. Демек, белгілі бір қалыптасқан жүйе және оны меңгере білу керек. Сіздің компания маркетингтік қызметтер көрсетеді нарықта. 3 жылдан аса нарықта жұмыс істеп жатыр. Қандай қызметтер көрсетеді? Компанияның мысалы басшыларын белгілі бір тұлғаларды оқытумен айналысасыздар ма, әлде жалпы бір компанияны маркетингтік жағынан дамыту, маркетингтік жағынан жолға қоюмен айналысасыздар ма? Қандай қызмет түрлерін көрсетесіздер? Сол туралы айта кетсеңіз. Қызмет түрлері жеке меншік клиенттерімізбен отырған шартқа байланысты. Біз өзіміздің тұтынушыларымыздың құпияларын ашпаймыз және олар өздерінің маркетинг жоспарларын бәріне жариялауға дайын емес. Өйткені олар бәрі бірдей жасап жатса, жаңағындай ағылшын тілінде copy-paste бар ғой. Сөйтіп бір-біріне ұқсас болып кетсе, ерекшелігі болмай қалады ғой. Және біреулері жаңалық, жаңадан келген инновация енгізіп жатады. Сондықтан маркетингке өте көп зор маңыз береді. Егер мысалы жаңа шартқа байланысты үйрету керек болса, маркетингке әрине біз үйретеміз. Көбінесе бізге орта бизнес, шағын бизнес басшылары келіп жатады. Және ірі бизнестің арасында клиенттер келеді. Енді олардың жаңағындай маркетинг сауда департаменттарының жұмысы жеке бөлек қой. Ал мысалы тренингқа сұраныс көп. Негізі маркетингтің қызметіне сұраныс көп, ұсыныстан гөрі көп болып жатыр. Жалпы біз маркетинг жүйесін толық құрастырып береміз. Бізге келген тұтынушылардың арасында бұрыннан бері маркетологтары бар, немесе веб-компанияларына келген, немесе бір сарапшылармен жұмыс жасаған, немесе бір фрилансерлар тауып, маркетинг жүйесін жүргізіп жатқан болады. Бірақ ертегіде сияқты біреу аққу, біреу шаян, жаңа біреу су шаян болып, жаңағындай арбасы алдына жүрмей, ісі алға жүрмей жатқан. Аққу сортан һәм шаян сияқты. Жан жаққа тартпау керек дейсіз, сол сияқты, мысалы, біреулері жаңағындай Инстаграмын ашып алып, мен маркетинг жүргізу білем, бәрін білем деп, немесе тек қана сайтта ғана жұмыс жасап жатады да, мына жақта саудагерлері дұрыстап қабылдай алмай жатса, қызметтерін көрсете алмай жатса, онда маркетингқа жұмыс істеу оңай болмайды.
Жылына қанша компанияға маркетингтік қызмет көрсетесіздер? Мысалы, белгілі бір компанияны маркетингтік жолға, табыстың, дамудың жолына қою үшін қанша уақыт керек мысалы сізге? Біз жаңағындай маркетинг жүйесін құрастырғанға бірнеше ай өтеді. Сол бір 3-6 ай, кейбір кезде 9 айдың ішінде жемістеріне компаниялар жетіп жатады. Біреулері қиын жағдайда келеді, тұтынушылары аз болғанда, мысалы жаңағындай табыстары азайып бара жатқан кезде жедел жәрдем үшін келеді, сол кезде біз оларға көмектесіп, олар жаңағы өздерінің жұмысшыларын қалдырып, одан сайын ары қарай дамып кетеді. Бірақ ол басшының өзіне көп байланысты. Өйткені басшы... Жылына шамамен қанша компаниямен жұмыс жасайсыздар мәселен? Жылына біз 12 жобаны бірдей жүргізе аламыз. Мамандар жеткілікті ғой? Бізде өзіміздің істейтін сарапшыларымыз бар. Ол көп тәжірибесі бар адамдар. Мен өзім ол адамдардан үйренемін. Мысалы, Лилия Насаева, ол өзінің холдингі бар адам. Жаңағындай Қайрат Тасимов, ол көп осындай жобаларды жүзеге асырған. Тәжірибелі еліміздің маркетологтары, Олар тек қана маркетолог емес, олар өздері басшы болған. Сондықтан маркетинг оңай, маркетинг басшылықтың қаржы қызметтің ішіне кіреді. Сондықтан тек қана маркетинг емес, жүйелі біз қарастырып, адамдарға көмектесеміз. Тәжірибемізді береміз. Жаңағында бизнеспен қайнап, пісіп бірге маркетинг жасаймыз. Сіз де сол бизнес идеяның, сол бизнес жоспардың ішінде жүресіз. Майя Мұратқызы, сіз белгілі бір кәсіпкерлердің бизнесін өрге дөңгелетуге, белгілі бір жолға, табыс жолына қоюға көмектесесіз. Бірақ бұл жоба сіздің бір бизнес жоспарыңыз, жобаңыз, бизнесіңіз, жеке бизнесіңіз. Жалпы бизнеске қашан келдіңіз сіз? Қалай бұл жолды таңдадыңыз? Бизнесті мен декреттік демалыс кезінде еріккеннен емес, өзім бұрыннан мақсат қойып жүрген кезден бастап 3 жыл бұрын бастаған едім. Ол кезде ойлап отырсам, мен жаңағындай жалға жұмыс жасаған кезде маған сол сұраныс болыпты. Өйткені туыстар, таныстар, достар арқылы жаңағындай біреулері бизнес жоспар жасап бер, біреулері нарықты зерттеп берші, біреулері кеңес сұрап келген еді. Содан әбден көзім жеткеннен кейін осындай мен қызмет көрсетсем екен деп үміттенетін едім. Сол бастағаннан бастап келе жатырмыз. Және бұрынғы тұтынушыларымыз бізге қайтадан оралып жатыр, келіп жатыр. Демек, сұраныс бар нарықта? Сұраныс ұсыныстан гөрі көп. Демек, мысалы біздің көріп отырған кейіпкерлеріміз қандай кәсіп ашсам екен, қандай бизнес түрімен айналыссам екен деген көрермендерімізге толықтай айта аласыз ғой? Маркетинг саласында бизнес ашуға болады. Маркетологтардың қызметіне сұраныс бар деп, солай ғой? Ол маркетолог болу үшін тек қана маркетинг емес, мықты психолог болу керек, байланыс жасау білу керек, адамдармен қарым-қатынас, дұрыс көзқарас, өзінің ойын жеткізе білу керек. Және басшылардың көбіне өзінің ойын маркетологтар жеткізе алмай жатады. Сондай болмау үшін жаңағындай психология жағынан көп тәжірибе алып, практикалық жолдарын білу керек. Сонда әрине маркетинг ұжымдары көп болғаны өте жақсы. Дегенмен бізде 352 жоғары білім беретін орталықтардың арасында тек қана 4 жоғары білім беретін оқу орындарында маркетологтарды дайындайды. Ал біліпкерлігін жоғарту үшін тек қана Ресейде және басқа елдерде ары қарай дайындалуға болады. Өзімде кезінде даму арқылы, ол кезде Туран деген академия арқылы және экономикалық министрлік арқылы мен жаңағындай Европаға барып, жаңағы бұрын Invent деген бағдарлама болған, сол арқасында көп білім алдым. Және Ресейге барып арнайы Рима Би бағдарламасына оқып, жаңағы меншікті өз ақшамнан ақша жұмсап, сондай мүмкіншіліктер бәрінде бар кәсіпкерлерде. Үкіметтен көп көмек алуға болады, онымен пайдалану керек.
Майя Мұратқызы, жаңа айтып отырсыз, маркетингтік жаңағы құралдарды, жүйені тиімді түсіну керек, басқару, қаржы жағын игеріп алу керек, содан кейін нетворкинг, өзара адамдармен қарым-қатынасты меңгеру керек. Соның бәрін меңгеріп алдық дейік. Кез келген адам, мысалы, егер алдына мақсат қойса, оны да игеріп алады, одан кейін қаражат керек қой. Қанша компанияны мысалы ашып, компанияны белгілі бір жүйеге қою үшін қанша қаражат керек деп ойлайсыз? Енді ол бизнестің мақсатына байланысты, бизнестің өзінің түріне байланысты, тауар сатпақшы болса, оған әртүрлі факторлар байланысты. Ал егерде қызмет атқаратын компания болса, оған мамангерлері қандай сапалығы болады, оның қандай білімдігі болады, оларға жалақысын қанша төлеу керек және қанша жоба атқарылады, қандай ерекшеліктері бар, соған байланысты қаражат әртүрлі. Мысалы, біреу келеді, жаңағындай тандыр пісіреді. Бір-екі тандыр пісіріп, оны 1000-ға дейін асырғысы келеді, соған кеңес сұрауға келеді. Біреу хлебокомбинат ашу үшін келеді. Ол екі түрлі бизнес. Оның жаңа қызметке жаңағындай ақысы да әртүрлі. Біреу мысалы зауыт ашады, ал біреуі тек қана шағын бизнес, өзінің қарама-қарсысында 8-10 адам ғана болады. Сол шағын бизнес па, орта бизнес па, соған байланысты. Негізі қызмет атқару үшін мен осы өзімнің бизнесімді ашқанда тауар алу үшін, алып алу үшін шығыс жасап қажеті жоқ. Сол үшін де қызықтым. Енді мысалы өте көп шығыс емес. Қомақты қаражатқа қажет емес. Қызмет атқарғанда тек қана мысалы маркетинг емес, веб-компанияларды ашуға болады. Біреулері жол іздеп келгенде. Біреулері суретті жақсы жасайды да, дизайн қызметін атқаралады. Біреулері өте жақсы массаж жасайды да, ол жаңағындай адамдардың денсаулығын жақсартқан үшін, оған ақпарат, кеңес берген үшін сондай қызмет атқаруына болады. Адамның өзінің ісіне байланысты. Қандай ол кәсіпті біледі, қандай ол мамангер, сол кәсіпті көрсете аламын екен. Билл Гейтстің бүгінгі заманға байланысты айтқан мынадай бір сөзі бар екен. Егер дейді, сіздің бизнесіңіз интернетте болмаса, сіз онда бизнесте жоқсыз дейді. Бұған не дейсіз? Қазір ғаламтор енді ауыспалы, жаңағындай тез ағымды уақытта өмір сүріп жатырмыз ғой. Қазіргі заманға сәйкес бәрі ғаламторде. Сондықтан сол сөздің жөні бар. Ғаламторде жарнама жасап, ғаламтордан клиенттерді өзіне тапқан дұрыс. Демек, SMM, маркетинг дегенді құралды да тиімді қолдана білу керек, оған да арнайы үйрену керек, немесе сондай мамандарға сұраныс болып ақылдасу керек. Әрбір нарықтың өзінің ерекшелігі бар ғой. Біздің нарықта маркетингтік құралдардың қай түрін пайдаланған тиімді? Енді ол жаңағындай тәжірибе арқылы ғана белгіленеді. Бір саланың ішінде әртүрлі компанияда әртүрлі маркетинг жолдары тиімді болады. Бәріне бірдей бір инструментарий айтуға болмайды, тура осылай деп. Оны тек қана салалық түріне байланысты, салалық түріне байланысты. Және мысалы бәсекестері сол инструментті қолданып жатса, ол тура соны қайталайын десе, ол шаңды жұтып артында қалады нарықтың. Ол басқа бір қулық жасап, жарамай қалады бұл кезде. Ол сонда өзінің жаңағындай инновациясын кіргізіп, ақылды болып, бір ерекшелігін жасап, кішкене қулығында келтіріп, әртүрлі жаңағындай инструмент пайдаланып, соның тәжірибе жөнінде ғана біледі, қайсысы жұмыс істейтін. Көп болған сайын тиімді. Қайсы клиентті әкелетін, оны тек есеп болу керек. Көп ұжымдар жаңағындай есеп жүргізеді, бухучет, қалай бухгалтерлік есеп, сосын басшылық есеп. Ал көп ұжымдарда маркетинг есебі жоқ. Ол дұрыс емес. Маркетингті есеп болу керек. Мысалы, сіздің жаңағындай SMM деп жатсыз ғой, маркетинг әлеуметтік жүйелерінде қанша өзінің адамдары бар. Соның арасында шынымен жаңағындай пысық қанша тұтынушылары бар. Өзінің сайтына қанша адам кіріп жатыр, ол қанша өзгеріліп жатыр, көбейіп жатыр ма, әлде азайып жатыр ма. Нарық негізі көбейіп жатыр ма, әлде азайып жатыр ма, соның арасында ол қалай бизнесін жүргізіп жатыр. Және оның қызметі, тауар туралы адамдар қандай көзқарасы бар.
Сыртқы жаңағындай қалай олар көрінеді нарықта? Қолданушыларға, тұтынушыларға әсері қалай болды? Олардың пікірін кері байланыс орнату дейсіз ғой, иә? Демек, бұрын менеджерлер, мысалы, басшылық есеп жүргізеді және бухгалтерлік есепті тексеріп қояды, енді маркетингтік есепті талап ету керек деп отырсыз, иә? Иә. Солай ғой. Сондай заман. Майя Мұрат қыз, біздің нарықта, қоғамда жалпы маркетолог мамандар көп. Менің өзімнің курстастарымда осы қаржылық, сіз айтып отырған бухгалтерлік есеп, аудиторлар, маркетологтар, сондай болатын. Нарықта көп, бірақ дегенмен де сіз сияқты маркетингтік компания ашып, өзісін жүргізіп, осындай компанияларға өзінің қызметін ұсынып отырғандар өте аз. Неліктен? Енді бұл бизнестің тиімді екенін білмей отыр ма, әлде болмаса белгілі бір жалақыға бола қалып қоя ма? Енді егер ірі компанияларды алсақ, оларда өздерінің ірі сауда, маркетинг департаменттері болады. Олардың жолы бөлек. Дегенмен үлкен ірі, мысалы, сотовый операторлардың арасында жаңағындай кәдімгідей маркетинг далалары болып жатады. Ол үшін маркетолог ішіндегі тек қана сонымен өмір сүріп, тек қана сол жұмысты атқарып үлгереді. Өзінің кәсібін ойлау үшін уақыты да болмайтын шығар. Ал жеке маркетологтарды алса, оларға ісін алға жүзеге асыру үшін тек қана өзі ғана емес, өзінің бірге көзқарасы бар қасындағы серіктестері қажет. Майя Мұрат қызы, мәселен сізге қазір үлкен жалақы ұсынып, маркетинг бөлімінің немесе департаментінің директоры қызметін ұсынса, қайтер едіңіз? Осы сіз өзіңіздің бизнесті тастап сол қызметке барар ма едіңіз, әлде бизнеспен қалар ма едіңіз? Енді бұл бизнесті ашқанда менде өзімнің мақсаттарым болды. Егер мысалы кино түсіріп жатқанда сценарий болғанда, бірінші қағаз жүзінде сіз көресіз өзіңіздің жаңағындай бизнес идеяңызды. Ал сол бизнес идея жүзеге асқанда, ол бір кино түсіріп, киноны көрсетіп жатқан сияқты. Сондай менің жаңағындай тұтынушыларымның арасында өзінің жолын тауып, өзі нарықта болып, ары қарай дамып жатқанын көріп, ол маған өте қуанышты, және ол мені жаңағындай еңсемді көтеріп, ары қарай жұмысымды істеп, сол өзімнің қызметімді атқара бергім келеді. Демек, бизнесте қаласыз? Иә. Идеяның адам болып тұрсыз ғой. Майя Мұрат қызы, енді сіз көптеген компаниялармен жұмыс жасадыңыз. Тәжірибеңіз бар. 3 жыл болса да ол аз емес. Компаниялардың есеп шотын, маркетингтік жолын зерттедіңіз, е? Компаниялар, жалпы бірінші басшылар, менеджерлер дейікші, мысалы бас менеджерлер, қандай қателіктерге ұрынып отыр, немесе қандай принцип ұстану керек бизнесмендер? Негізгі принциптер бизнес ұстану дейсіз? Қазір сіз таңертең теледидарды сұқсаңыз, көбінесе жақсы ақпараттан гөрі сондай жаңағындай әртүрлі келеңсіз оқиғалардың қобалжытатын ақпарат болады, әртүрлі ұсыныстар болып жатады. Негізгі принцип адам өзі бастаған ісінен ары қарай осы көп қоянды қумай, жалтақтамай, көп қоянды қумай, өзінің ісімен айналысу керек. Көп кездесетін мәселе ұжымның ішінде, компанияның ішінде жаңағындай басшылар өзінің меңгерушілермен, жаңағындай меңгерумен мақсаттарды шатастырады. Сондықтан бәрін істеп жатады, түгел клиенттерге жасап жатады. Ол түгел клиенттер, ол осай жаңағындай бытырап жатқан адамдардың арасында құндылықты түсінбей жатады, тауардың, қызметтің. Сондықтан ісі ақырын жүріп жатады, фокус болмай жатады. Сондықтан жаңағындай бөтен ақпаратты қабылдамай, өзінің ісін жүргізіп, маңызды өзінің клиенттерімен сөйлесіп, оларға сұрақтар қойып, сауалнама беріп, маңызды жаңағындай клиент ол басты маркетолог. Клиентіне жақын болу керек. Мен мысалы маркетинг жүйесін балық аулаған жүйемен салыстырамын. Балықты аулау үшін сіз қандай жол жасайсыз? Оған бір инструмент жасап, оған нан қоясыз ба, құртын қоясыз ба? Сол сияқты өзіңіздің клиентіңізге қандай амал жасайсыз? Соған байланысты. Сол сияқты жаңа басшылар енді көбінесе
әртүрлі діндерге де байланысты адамдармен адал болып, қарым-қатынас жақсы жасап, сондай принциптермен жүрсе, бизнесі алға жүре береді. Тамаша. Көп рахмет, Майя Мұратқызы, біздің студиямызға келіп, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге мың алғыс білдіреміз. Осымен іскер хабары тәмам. Эфирде жүздескенше табысты болайық.